Түсіңде ұшақ құру тәуекелге жорлады. Қазіргі тілмен айтқанда, рисковать етуге жорлады. Егер адам түсінде тура өзіне бағытталып келе жатқан ұшақты көрсе, ол тәуекел етуге бір қадам жақындады деген сөз. Ал ұшақ алысқа барып жарылатын болса, адам үшін бір мақсатты орындауға еш кедергі жоқ, яғни тәуекел ете алды деген сөз болады. Ұшақ көру екі ойлы адамның тұсы. Мысалы, қомақты қаржысын бір іске жұмсауда екі ойда болу, басқа жұмысқа тұруда екі ойда болу. Бұндай халде жүрген адам түсінде ұшаққа мініп алып аспанда жүреді. Ал бұл ол адамның белгілі бір істі тек ой арқылы орындап, көріп, шын мәнінде еш әрекетсіз қалғанын білдіреді. Ұшақ көрген адам не істеу керек? Қандай да бір істе өзінің нақты мақсаты мен іс-әрекетін анықтап алуы керек. Не тәуекел етуі керек, немесе ол екі ойлы болып тұрған ісін мүлде ұмыту керек. Ал сіз ұшақ туралы түс көрген болсаңыз, WhatsApp-қа міндетті түрде жазыңыз. Бұл беріліп жатқан ақпарат түс жоруға жатпайды.